Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? 131 сеп 5 сынып математика атамұра баспасы. Қара 1 дециметр куб, қара 1 сантиметр кубтарға бөлінді. Егер осы қара 1 сантиметр кубтарды бірінің үстіне бірін қойып, мұнара құрастырсақ, оның биіктігі неше метр болады? Сонымен куб берілсе, барлық қыры 1 дециметрден. 1 дециметр, мына жағы 1 дециметр, биіктігі де 1 дециметр. Барлық қары 1 дециметрден. Осын енді кішкентай 1 сантиметрлік кубтарға бөлсек, мұнда кішкентай. Осыған қанша бөлікке бөлінетінін анықтайық бірінші. Енді ол үшін 1 дециметрді сантиметрге айландырайын, 10 сантиметр. Және бұны А1 десем, үлкен кубтың қырын 10 сантиметрге тең. Енді осының көлемін табайын. О1 десем, А1-дің кубы болады. Демек, 10-ды өз-өзіне 3 рет көбейтеміз. 3 рет көбейтсек 1000 болады. Және сантиметр куб. Енді осы 1 сантиметрлік неше кубқа бөлінетінін табу үшін онда 1000 сантиметр кубты 1 сантиметр кубқа бөлемін. В2-нің көлемі болады бізде, егер А2-міз бізде 1 сантиметр болса, кішкентай кубтың қыры. Демек, ол А2-нің 3 дәрежесі кубы тең 1 көбейту 1 көбейту 1 тең 1 сантиметр кубы. Енді мына жерде көрініп тұр, 1000-ды 1-ге бөлсек, бәрібір 1000-ның өзі шығады. Демек, бөліндіні есептейміз. О1 О2 тең 1000-ды бөлеміз сантиметр кубты 1 сантиметр кубқа. Куб пен куб қысқарады және 1000 шығады. Сонымен, мұнда біз 1 сантиметрлік кубтың 1000 данасы шығады екен. Үлкен кубтан. Енді осы 1000 данасы, демек, әрбір қыры ол 1 сантиметрге тең. Демек, мынандай 1 сантиметрден бір-бірінің үстіне қоямыз кубтарды. Осыны сұрап тұр бізде, қанша метр болатын. Демек, біз және жауаптары метрмен берілген, сонымен 1000 сантиметр болса, енді 1 метрде бізде 100 сантиметр бар. Демек, оны 100-ге бөлеміз. 1000-ды бөлеміз 100-ге. Сонда біз метрмен өрнектеледі. Бөлсек 100-ге, 1000-ды 100-ге бөлсек 10 қалады. Демек, біздің мұнара құрастыратын болса, оның биіктігі 10 метр болады. В жауабы дұрыс екен. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.